Міне бұл көліктердің барлығы шамамен 25-30 жыл болған. Міне даже осындай кеңестік Жигулилер де бар. Қайырлы күн баршаңызға, амансыздар ма? Ең әуелі ораза айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Айттан айтқа аман-есен жете берейік. Енді біздің базардағы көліктерді көрдіңіздер, қанша ескі екенін, қаншасы көнерген. Шекаралық аумақта сауда-саттыққа жақын, Қытаймен шектесетін Бай аудан деген Жаркенттің өзінде осындай ескі көліктер барлығы көнерген. Ал басқа алыс аудандағы ағайындар мініп жүрген көліктері айтпаса да түсінікті. Біздегі көліктердің 70%-ға жуығы ескірген дейді. Шамамен 3,5 миллионнан астам көлік бар екен Қазақстанда. Неге ескі барлығы? Енді оны айтпаса да түсінікті шығар, саясатқа тереңдеп кетпейік. Қазір 20-дағы жігіттерге көлігін қай жылда сұрау ұят дейді. Өйткені олардан көлігін қай жыл емес, көлігің өзінен қанша жас үлкен деп сұрау қажет шығар. Өйткені біздегі көліктердің барлығы тәуелсіздіктен бұрын келген, немесе тәуелсіздікпен жасты. 1 миллион теңгеге қандай көлік аламыз Қазақстанда, айтыңызшы? 1 миллион теңгеге ыңғышағы шыққан көлік алатын шығармыз. Оның үстінде жасайсың, қосасың, жоқ дегенде 200-300 теңге саласыз. Қолыңызда 2 миллион теңгеңіз бар, қандай көлік аласыз, айтыңызшы? Toyota көліктердің ішінен 2 миллион теңгеге Карина көліктер тұр. Олардың өзі 30 жыл болған, 25 жыл болған. 2 миллион теңгеге одан артық көлік алмайсыз. Оның жүгірген шақырымдарының өзі 400 мың километр жүріп тастаған. Былайша айтқанда, әбден Қазақстанда жүріп, темір терсегі айырылып кеткен, ыңғышағы шыққан көліктер бар 2 миллион теңгеге. Бірақ соның өзін біздің қазақстандықтар қанағат тұтып жүр. Соның ішінде мен де бармын. Ал енді 2 миллион теңгеге Монғолияда қандай көлік алуға болатынын көрейікші. Монғолияда 2 миллион теңгеге. Так, 2 миллион теңгеге қандай көлік алатын болды, қазір сіздерге айтам. Алдымен бір сайтқа кіріп шығайын. Мысалы, Toyota Camry Монғолияда тұр. 2008 жылғы 2.4 көлемді автомат, бензин, жанар жағармай бар, тағы гибридті мотор екен. Гибридті мотор деп білесіз бе? 2 миллион 2.5 көлемі деп тұр. Бұның суреттерін көргендеріңіздей жағдайы өте керемет. Қараңызшы. Жаңа бағасы 14 миллион төгірік деп тұр. 14 миллион төгірік. Оны біздің теңгеге айналдырғанда шамамен қазір 1 теңге 6.68 төгірік болып тұр. 6.68 төгірік болып тұр. Енді осыны біздің теңгеге айналдырайықшы. Қанша болады көріңіздер. 14 көлемін 6.68-ге. Қанша? 2 миллион 95 мың теңге. Мына Camry'nin бағасы, Camry 40-тың бағасы 2 миллион 95 мың теңге тұр. Тағысын бұл жерге алатын болсаңыз, сөйлесіп береді деп тұр 14 миллион. Демек, бұны 1 миллион 800 мыңға ойламай алуға болады Монғолияда, бұл ақшаға. Бұның жүрген километрін қараңызшы, 180 мың километр. Енді дәл осында 2008 жылғы 2.4 көлемді Toyota Camry 40-ты Қазақстанда көрейік, қанша теңге тұратын. Міне, жарайды, осы ақ көлікті көрейікші. Toyota Camry 2008 жылғы 2.4 бензин автомат, дәл жаңағы Монғолиядағы қызыл Camry сияқты. Бұның бағасы 6 миллион 200 мың теңге дейді. Көріңізші, 6 миллион 200 мың теңге. Қанша есе қымбат есепке баспай менің өзім жатасып отыр. Міне бізде көліктің жағдайы Қазақстанда. Ары қарай кеттік. Тағы да
Toyota Camry'лардың басқа түрлерін көрейік. Ал мына жерде тағы кеттік Toyota Camry 2007 жылғы американец, жүрген километрі 50.000 километрден жоғары деп тұр. Енді нақты емес бұл жерде, бірақ түріне қарасам жағдайы жақсы. Енді бағасына келейік. Бұның бағасы 9 миллион теңге дейді. Жоқ, 9 миллион төгірік. Ойлаңызшы, 2007 жыл Toyota Camry 49 миллион төгірік. Бұны енді теңгеге шағайықшы. 9 миллионды жаңағы 6-да 68-ге бөлсеңіз 1 миллион 347 мың. Мына Camry Монғолияда 1 миллион 347 мың теңге. Амибо. 2007 жыл Toyota Camry енді Қазақстанда қанша тұрады? Мынау Атырауда тұр. Бағасы 5 миллион 100 мың. Қанша есе қымбат. Бұл әлем қайда кетіп барады? Жоқ, әлі біз Қазақстан қайда кетіп барамыз? Міне бір әдемі көлік шығып тұр. Міне 2008 жылғы механик корабль 2.4 көлемді 122 мың километр жүрген мына Toyota Camry 13 миллион төгірік дейді. Жаңа теңгеге шаққанда 1 миллион 900 мың 2 миллион теңге аралығында. Ал сіз осындай Қазақстанда Toyota Camry 40-тың механика түрін тауып көріңіз. Мұнда Toyota Camry 30 тұр, бірақ үлгілі оң жағында бағасы 3,6 миллион төгіріктен сөйлесіп береді дейді. 3,6 миллион. 3 миллион 500 мың дейш. Бөлемін 6-да 68-ге. 520 мың. Toyota Camry 30 2005 жылы 520 мың теңге Монғолияда. Осыдан кейін көлік саясаттан жының келмеген естейсің. Бұл Монғолияның көліктері 2014 жылға дейін қазақстандық азаматтардың біразын асыраған. Қазақстандық азаматтардың біразы Toyota Camry, Hyundai Sonata, Toyota Highlander дегендер жекесін жерді таңдап мінген. 2014 жылдан бастап біз Еуразиялық кедендік одаққа кіргеннен кейін жалпы шетелден келетін көліктерге тыйым салынған жоқ, бірақ салық аспанға бірақ көтерілді, тиімсіз болды. Сондықтан орыстың елеген деп айтатын, тазик деп айтатын көліктерін көбі мінуге мәжбүр, бірақ оны мінгісі келмейді. Сондықтан 30 жыл болған Toyota көліктерді мінуге мәжбүр. Құрметті достар, бұл енді қысқаша өздеріңізге бір көліктердің бағасын салыстырмалы түрде таныстыру, жаңағы бізде көліктердің қанша қымбат екенін өздеріңізге жеткізу. Жақында естідім, осы қазақстандық автокөлік жүргізушілері президентке жаңағы шетелден келетін көліктердің алым салығын азайтуға хат жолдап қол қойып жіберіпті. Бұл енді өте дұрыс нәрсе деп ойлаймын, өйткені әр қазақтың жақсы көлік мінуге жөні бар деп ойлаймын. Жалпы кез келген отбасыда жақсы көлігі мүмкіндігі болса, жақсы көлігі бар болса, мемлекетке лақан жая қоймас, өйткені жақсы көліктің өзі шыны керек бүгінгі заманда отбасын асырайды. Енді бұл шығарым сіздерге бірінші рет ұсынып отырмын. Егер сіздерге қызықты болатын болса, алдағы уақытта бұдан да ауқымды түрде жаңағы Монғолия ғана емес, Қырғызстан, Армения сынды мемлекеттердің автокөліктерін біздің Қазақстандағы көлік бағасымен салыстырып өздеріңізге ұсынуға болады. Өйткені көліктің бағасы шыны керек, қайталап айтамын, өте қымбат және
сіздерге қызықты болады деп ойлаймын. Каналға жазыңыздар, бөлісіңіздер. Осынысы пікір болса төменге жазыңыздар, қалдырыңыздар. Әзірге осы.